Сәлеметсіздер ме, қызықты әңгімелер каналының оқырмандары. Бүгін мен сіздерге кәрі қыздың қорқынышы туралы әңгімені әңгімелеп беретін боламын. Каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қазақша каналдың дамуына үлес қосыңыздар. Бұрын жасы кіші ер адамға тұрмысқа шығатындар некен саяқ кездесетін, және ондай жағдай болған күннің өзінде ешкім оны бадырайтып айтпайтын. Қарап отырсақ, отырған қыздар арасында бүгінгі күні жас жігіттерге күйеуге шығу белең алатын сықылды. Менің жиен әпкем Айнаш бұрын тұрмыста болған еді. Күйеуі ұрда жоқ болып, дәм-тұздары жараспады. Онымен ажырасқаннан кейін ұзақ жылдардан соң әпкем өзімен бірге жұмыс істейтін Самат атты жігітті үйіне кіргізіп алды. Саматтың жасы одан 8 жас кіші, бұрын үйленбеген. Айнаш сатушы болып істейтін дүкенде, Самат күзетші екен. Басыбайлы баспанасы жоқ, пәтер жалдап жүрген жігіт бастапқыда әпкеммен ойнап күліп, оның үйіне келіп жүрсе керек. Кейін Айнаш одан жүкті болып қалады. Содан соң Самат оның қолына бір жолата кірді. Обалы нешік, екеуі тап-тамаша үлгілі отбасы болып тұрып жатыр. Бастапқыда Саматтың туыстары кәрі кемпір алдың деп бұл үйге жоламайтын. Кейін ақырын араласа бастады. Әпкем жас біреуге кетіп қалама деп уайымдайтын болуы керек. Саматтың артық ауыз ешқайда жібермейді. Кластас достарымен араластырмайды. Қартайып қалдым ба деп ойлай ма, бір жылдары қымбат опа-далап сатып алып, бетінен әрлеуге барып салып жүрді. Бірақ оған ақша қашанғы жете берсін, оны да қойды. Айнаштың бастығы болып келетін Толқын атты кәрі қыз да жас жігітпен қол ұстасты. Ол өзінің жүргізушісін үйіне кіргізіп алды. Үлде мен бүлдеге орады. Екеуі ұзақ жылдар бойы перзент көрмей жүрді. Кейін Алматыға барып жасанды ұрықтандыру жасатқызып, егіз балалы болды. Қазір жақсы отбасы болып өмір сүріп жатыр. Тағы бір құрбым өзінен 8 жас кіші жігітке тұрмысқа шығып алды. Жалпы қазіргі қыздардың бойынан жас жігітпен жүруге деген құмарлықты байқаймын. Бірден өзінен 25 жас үлкен адаммен отбасын құрған Нұрсая атты құрбымның үйіне бардым. Олар дәулетті тұрады. Үлкен адамға тұрмысқа шыққан жақсы шығар, өзіңді сыйлайды, мінезі де салмақты болар, деді. Жоқ, мүлде олай емес, деді Нұрсая жұлып алғандай. Үлкен адамның әйелі болсаң, күнде табақ тасып, кісі күтіп, салпылдап жүргенің шаруадан бас алмай. Мен жастармен араласқанды жан дүнием жасарып, олармен дискотекаға барып, өзімді керемет сезінетінмін. Енді міне, шалдың жанында жүріп, кемпір сияқты болдым. Маржан атты құрбым да жас жігіттерге құрық салып жүрген кәрі қыздардың бірі. Жүрсең, жаспен жүр, барлық күш-қуат соларда, жаның жарасады, ешқандай проблема жоқ, көрінген нәрсемен миыңды шіртпейсің, деп қояды ол. Бұрын апаларымыз тұрмысқа шықсаңдар, 3-5 жас үлкен жігітке шығыңдар деп отыратын жас кішілерге. Олар өмірден түйгендерін айтқан болар. Әдетте жасы кіші жігіттер кімдердің құрығына түседі? Әрине, үйі-күйі барлардың. Кәрі қыздардың баспаналы болуы, жақсы жалақы алуы заңдылық. Себебі олар әбден оқуын оқып, тоқуын тоқып, жағдайын жасап алады. Жылап мазалап жатқан баласы жоқ. Жандары тыныш. Қонақ келсе дастархандары жаюлы, төсектері салулы. Мұндай жайлылықтан кім қашсын? Баспана зары өтіп жүрген әрі жалақысы аздау жігіттер мұндай қыздардан бас тарта алмай қалады. Олар жарасып отбасын құрып балалы болады. Бірақ арадағы жас үйлесімсіздігі өзінің зардабын тартпауы әсте мүмкін емес. Ол табиғат заңдылығы. Жиын тойларға барғанда жасы үлкен әйелдің беттері әжімденіп, жасының жасамыстығы бәрібір байқалып тұрады. Ер адам көпшіліктің көзінше мұндайдан ыңғайсызданатыны болар. Өзі құралаптас жастар биді жандырып жатқанда, кәрі әйелдің жанында тұрған оның делебесі қалай қозбасын. Ал жасампаз әйелдің басында үнемі ойлар, жас қызбен билеп қоймай ма, басқа біреуге қарап қоймай ма, менің кәрілігім көрініп тұр ма екен, деген ойлар мазалайды. Жас жігітке күйеуге тию мода сияқты көрінгенмен, бұл түптің түбінде әйелдің соры да болады. Автор Жарқынай Сарқытова. Құрметті қызықты әңгімелер каналының оқырмандары, егер менің әңгімем ұнаса, каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.